Сіздерді көргеніме өте қуаныштымын. Асыға келетін болдым, сағына келетін болдым. Сіздерге өткенде, уәде еткенде, ай сайын келіп тұрамын деп уәде еткен. Сол енді уәдемді бұзбайын деп, уәдеде тұратын адам болғандықтан, ай сайын сіздермен бір рет қауышып отыруды жөн көрдім. Бүгін келгендеріңізге рахмет айтамын, қуаныштымын көріп тұрғаныма. Бізде өткенде маркетинг план болған еді, сол новинкаларды көрсеткенбіз. Фотосессия, сондай форматта болды бізде. Шай іштік, дастархан болсындар, өте жақсы болды деп ойлаймын. Жақсы настроениемен қайттым, күшті энергия алып, сондай бір көтеріңкі көңіл күймен өздеріңізді көріп, бұрын көрмегенмен танысып, жаңадан келген қыздар болып өткенде қабілетті болған қыздар келмей қалды. Барлықтарыңызды көріп, сондай бүгін жаңа адамдар қосылып жатыр. Нұргүл ханым міне алыстан келіп отыр. Жаттықтан. Қазір енді мен қасымда Шынар таныстыра кетем. Бізде Риддер қаласындағы офистің офис менеджері. Квалификациясы оның METL2. Біздегі формат айтып өткенде әр жолы кішкентай бөлікте деп айтайық деді. Өткенде сол маркетинг план, сондай фотосессия болса, бүгін жаңағы косметикаға дегустация. Косметиканы көрсетіп, тағы да жаңа адамдар келіп отырғандықтан, көбі жаңа болғандықтан новинкаларды да көрсетіп өтеміз. И лотерея ойнатамыз. Осы жерге келген барлықтарыңыз құр қол қайтпайсыздар, түгелдеріңіз жаңағы лотереяға қатысасыздар. Сондықтан қазір мен Шынар келгеннен таратып сіздерге. Шынар келем. Шынар ханым бізде бүкіл Риддер қаласындағы офистің офис держателі квалификациясы. Офис менеджері, держатель боласың. Алла қаласа. Иә, сол квалификациясы METL2. Негізі СДИ-ді бітірген техникалық мамандық қой. Военный кафедраны бітірген, енді өте білімді. Әр істі тиянақты жасайды. Онымен қоса ізденімпаз, үнемі білім алып жүрген. Қазір енді бізде заман сондай ғой. Бір ғана біліммен, бір ғана немен жүрмейді, жан-жақты оқып, жан-жақты ізденіп, адамдар жаңашылдыққа, жаңа білімге ұмтылып жатқан заман ғой. Сонда үлкен жетістікке жетесіз, айналаңызға полезный боласыз, мысалы үшін. Бір білім болсын, бір нәрсе болсын үйрете аласыз. Көп рахмет сізге. Қызымнаны қазір не айтып берсеңіз, лотерея болады. Сосын бұл басталмас бұрын мен тағы бір лотереяның ұтысымен ұтысын табыстайын деп отырмын. Мен инстаграмым Зайра Алхан. Көбіңіз подписыңыздар ғой осы жерде. Жастар не жазылып алуларыңызға болады. Инстаграмым Зайра Алхан. Осы НЛ-ға келгелі белсенді жүргізіп отырмын. Басында камераға түскенге қорқатым, түрімнен ұялатын, дауысымнан енді үшін бәрі қорқынышты бәрі болды ғой. Ақырындап, қазір енді жақсы дамытып келе жатырмын. Осы инстаграм арқылы бір жағынан табысымның екінші көзі деп айтуға да болады. Жалпы НЛ компаниясында 7 жыл болды жүргенім. Бірінші жәнегі айтып өткенде осы ұтысты ұсынайын. Инстаграммен жаңағы Зайра Алхан. Сол инстаграмда арасында мен ұтыс ойнатып отырамын. Сол ұтыста бізде Сайраш ханым жеңіп алған. Мен өзімде міне бір 10 шақты жыл болды ғой деймін осындай маркалы, Philips маркасындағы өттік. Өте жақсы, өзіме ұнайды. Соны тура осындай цветі, расцветкісі барлығы осындай мен оқырманыма сыйлайын деп ойнатқан болатын. Сол жерде бізде Сайраш ханым ұтып алған. Ұтысыңыз құтты болсын. Компания туралы тағы бір қысқа айтып өтейін, өйткені бұл жерде жаңадан қосылып жатқандар бар екен. Содан сіздер бұрыннан жұмыс жасап жүргендеріңізде компания туралы, мысалы үшін екі жерде екі неше десек, тура солай айта алуларыңыз керек. Любой қазір өйткені бізде нарыққа өз мыңдаған жыл сайын
жаңағы компаниялар кіріп отырады екен. Сол кезде жаңағы сол көп компанияның ішінен сапасыз компанияның әртүрлі болады ғой. Адасып қалмау үшін сіздер біздің компанияның жаңағы артықшылығын, бізге беріп отырған мүмкіндіктерін барлығын дұрыс пайдаланып, жаңағы айтып адамдарға түсіндірулеріңіз керек. Осы компанияға 7 жыл болды келгеніме, өкінбеймін. Осы компанияға келіп, жаңағы денсаулығын жөндедім, айналадағы адамдардың денсаулығына түзетілуіне, жаңа жақсаруына әсер еттім, табыстарының жақсаруына әсер еттім. Сондықтан сіздер де бұл компанияға жаңағыдай белсенді жұмыс жасап, мен сияқты жетулеріңізге болады. Өйткені бәрі өз қолдарыңызда. Көп адам бұл жерде табыс алып отыр. Кейбіреу аз, кейбіреу көп. Бірақ точно бұл жердегі табыс өздеріңізге байланысты екенін білесіздер, иә? Ары қарай жаңағы команда құру, немен жұмыс жасау деген сияқты, продукциямен жұмыс жасау деген сияқты. Енді және түгелін танып шықтыңыз, иә? Компания 24 жыл болады. 2000 жылы Новосибирск қаласында құрылған. 500-ден астам өнім бар. Бұл дегеніміз не? Таңертең тұрасыз ғой, тісіңізді жуасыз, бетіңізді жуасыз, шашыңызды жуасыз, тамақ ішесіз. Сол өнімдердің барлығы біздің компанияда бар. Уход жасаймыз сізге, уход. Үйде үлкен адам бар ма? Кәрі адамға да, жас адамға, әйел адамға, ер адамға, балаға түгел не қажет өнімдердің барлығы бар. 500 өнім. Ойлаңызшы, 500-ден және ассортимент өте көп. Бұл жерде жұмыс жасау сондықтан өте ыңғайлы. Кейбір компанияларда, мысалы үшін, жай ғана косметика болады, сондай сериялар. Кейбіреулерде жаңағы баттар ғана болады. Тағы бір компаниялар, мысалы үшін, тек путешествие дейді. Ал біздің компанияның жаңағы артықшылығы бізде барлығы бар. Не іздейсіз, табыс та бар, жаңағы ішетін бадылар да бар, шайлар да бар, косметика, үйге қажетті нәрсе, уборка жасайтын тряпкалар дейсіз ба енді. Түр-түрі не нәрсенің барлығы бар. И бұған қоса табыстан бөлек путешествие да бар. Сіздер білесіздер, осы 2023 жылдың сентябрь айында мен Египетке барып келдім. Travel бонусқа, толығымен сол маған түскен бонусқа компанияның жаңағы обучениесіне бір жағынан жаңағыдай путешествие дейді, саяхаттап барып келдім. Ойлаңыздаршы, жақсы не болды, өте жақсы. Бір жағынан демалыс, бір жағынан өте жақсы жаңағыдай путешествие, обучение. Осылай шықтық, осылай келдік, өте жылы болды, прям күшті. Компанияның өзінің отеліне бардық, Парк Резиденс деген. Қараңыздаршы, мен тіпті Египетке бұрын барам деп армандап та көрмеппін. Осындай әдемі жер. Осындай көріп тұр ма барлықтары? Келесі жолы үлкен экранда көрсетем ғой. Теңіздің жағасында. Бұл Қызыл теңіз, Египетте Қызыл теңіз жер жүзіндегі ең жылы, ең тұзды, ең таза теңіз екен. Мына қарасаңыз, менің түбі көрініп жатады ғой, балықтардың бәрі прозрачный. Неге десеңіз, ол тұзды, ең тұзды болғаннан ең таза. Любой, каждый ненелерінің барлығы жазып кетеді ғой, қалай шыққанда. Бізде осындай деп лидерлермен бардық. Өте керемет болды. Сол тоже форматы бөлек, басқадай форматтар. Пирамидаға бардық. Әлемнің 7 кереметінің бір дейді ғой. Пирамиданы көрдік. Енді өте көп эмоция. Бұлай адамдар бар ғой, путешествие. Жай қызығасыздар ғой сіздер. Инстаграмын, может, қазірде қарайсыздар да, жақсы деп қарайсыздар. Сіздер барып көрген кезде эмоция деген бөлік. Суға түскенде кәдескі шығар неңіздің барлық неңіз, стресс дейсіз бе, не жоқ, түгел кетіп қалады ғой, мысалы үшін. Барып көрулеріңіз керек, жасауларыңыз керек. Қазір бәлкім біреулеріңізге, мысалы үшін, айлығыңыздан жетпей жүрген шығар, иә, мысалы үшін. Бар ғой ондай.
айналаңызда бар, кімде кредит бар, мысалы үшін біреу баласын оқыта алмай жатыр, тағы әртүрлі үй алмай жүрген адамдар өте көп қой. Ал мен де мысалы үшін ойлаған жоқпын, мынандай жетістікке жетем, мына сияқты жерге қыдырам деп ем. Қараңыздаршы, қандай не только мен бұл жерге бардым, осы компанияның арқасында 2019-ға және ана бала қалай совпадение де қоям. Өмірде сіз келіп отырсыздар ма міне? Ол тектен текке емес, сіздер міне осы жерге бісміллә деп Рамазан айында аяқтарыңызды басып келдіңіздер ме? Бұл тектен текке емес. Бұл бір белгі деп айтуға болады. Біз міне және келген бала не көп, өзі кардиохирург екен ана бала. Көп нәрсе тура таяған кезде бір 20 мосттан өткелі жатқан кезде соны айтты, апай сіздер немен айналысасыздар деді. Мен айттым, біз НЛ компаниясымен айналысамыз. Сондай денсаулыққа байланысты өнімдер сатамыз, тоже бізде бар ұсынамыз десем, сендердің жұмыстарыңмен тоже сол байланысты біздікі де деп қалжыңдап күліп жатсам, соны айтып жатыр, апай мен 2019 жылы Ақтөбеден пойызбен келе жатқанда НЛ компаниясының тоже білмеймін сіздерге немене деп айтады, әйтеуір бір үлкен бір кісімен келдім Ақтөбеден дейді. Дубайға бара жатыр екен дейді. Ойлаңызшы, 2019-да сол мен және айтып отырмын ғой, Дубайға барған мен. Получается, сол кісімен енді ол кісі Ақтөбеден келді, мен Өскеменнен келдім деген сияқты шығыстан. Жан жақтан. Сонда тоже информация, еще тура келген кезде ғана айтып отырмыз ғой. Тек қана сол айтайын деген бір ғана емес, Москваға бардым, мысалы үшін компаниясының несімен өте көп жерлерге сіздер саяхаттауға болады. Сол кезде мен айтып жатырмын, бірінші сол 2019-да барғам. Мен ойламайтын бұрын, ақшам болса, мен ойлайтын, ол ақшаны басқа бір нәрсеге жұмсаймын. Лучше үй алайық, балаларға бір нәрсе деген сияқты. Когда сол бірінші рет осы компанияның несімен вынуждена бардым ғой, потому что мен бұл жерде жұмыс істеп отырып, баруларыңыз міндет деген жоқ, бірақ баруларыңыз керек, рост болады сіздер деген соң бардым ғой. И мен басқа жағдайда мен мысалы үшін ақшам болса да бармас едім. Ол жолда бонуспен бардым. Ақшамызды қимаушы едік. Қимаушы едім. И менің ойым, знаете, прям 360 градусқа өзгерді ғой. Прям өзгерді. Мен просто отырған адаммын, жай жарайды бару керек, жұмыспен бару керек деген соң жай барғаннан кейін мен ана жердегі энергияны, адамдардың жаңағыдай өмірге деген құлшынысын, жаңағы біздің продукцияның қандай мықты екен, біздің мына отырған, жаңағы жоғарыда отырған, жұмыс жасап отырған біздің лидерлер, біздің жаңағы президентіміз қандай екен, көзбе көз көріп, менде вообще басқа представление болып, мен уже басқадай жұмыс жаса бастадым. Өмірге деген көзқарасым өзгерді ғой. И және айтады ғой, өзің өзгер дейді, өзің өзгергеннен бәрі өзгереді. Сен жаңағы өзімізде айтамыз, күнде естиміз, как бір кешке шейін бір не сияқты ғой, өзгер, миыңды өзгерт, ойыңды өзгерт, солай арманда деп айта береді ғой, мысалы үшін. Қазір көп ол әңгіме көп болғаннан біз үйреншік нәрсе сияқты болды да, біз оны жай кейде даже құлақтан бүйтіп өткізе береміз. На самом деле ол шын. Және тағы бір совпадение былайша. Сол бала келе жатыр, әңгіме айтып келе жатыр. Апай дейді, мен 6-шы класс дедім ма? 4-ші класс дедім. 4-ші класста дедім. 4-ші класста апай менде бізде бір ауылдан шыққан бала ғой. Психолог апай бізге бүйтіп дәптер бастатқызып, осындай нәрсе айтып, армандарыңды жазыңдар, қорқыныштарын жазыңдар, туын жазыңдар дегенде мен жаздым. И представляете дейді, мен сол нені бітіріп барған кезде бір күні мамам сол дәптерімді берді дейді. Қарасам дейді, соның барлығы орындалған ғой. Кішкентай ауылдан шыққан бала международный неге чемпионатқа, футболдың международный чемпионатына қатысам деп армандаған дейді, жазған дейді. Сол болды ғой дейді. Мен бірақ кардиохирург, врачтардың арасындағы международный чемпионатқа қатысып отырмын дейді. Хотя мен анандай үлкен емес дейді. Ойлаңызшы, мен шетелге қыдырсам дейді. Неге бардым дейді? Монакоға, Аргентинаға бардым дейді. Францияға енді барам дейді. Францияға енді, Турцияға болдым дейді. Бірнеше мемлекетті жаңағы бала сөйтіп неткен. Шетелге қыдырсам деген, сон барған, сол қазір барған ғой, жәнегі. Сондықтан жаңағыдай армандаудан қорықпаңыздар. Мен сіздерге неге көрсетіп жатырмын? Армандаңыздар. Қазір просто жай қарап отырсыздар. Но на самом деле сіздер көріп, не біздің компанияның президенті ғой, не біздің
компанияның президенті. В общем, бұл историяда мен енді каждый раз келетінім сол, прям мына жерде толып тұр, бәрін бір неде встречада жаңағыда жеткізе алмайсыз. Айта бересің мұндай. Біз жаңағыда мен неге бардық сол жолы. Қалай дағы Египеттің пирамидасына фараонды көрдік, суға түстінен пирамида жеті керемет дейді ғой, мысалы үшін. Я ол жеті кереметті көруді мен былайша айтқанда сондай бір армандап та көрмеппін ғой. Энергиясы, мысалы үшін, оның бәрінде энергиясы бар екен. Андай күшті енді. Сөзбен жеткізе алмаймын. Барлықтарыңыз барып көрулеріңіз керек. Ол енді албаттан бара алмайсыздар ғой, мысалы үшін, иә. Жаңа мақсат қоюларыңыз керек, армандауларыңыз керек. Әр түрлі енді, мына суы да бір сөзбен былайша айтқанда жеткізе алмайсыздар. Таңертең ерте түстім. Неге түстім? Суға түстім. Су деген тап-таза, жып-жылы, прям күшті. Алдыңғы сол 2019-да Дубайға барған кезде де мен ондай суды көрген жоқпын ғой, вообще. Прямо сүтке түскен сияқтысыз ғой. И біздегі бір жақсы компанияның, сіздер мысалы үшін жарайды ақшаңыз бар, жарайды яғни баруым керек екен деп бара саласыз. Жай барып, қыдырып, даже қайда баруын білмейсіз, жалғыз жүріп, мысалы үшін бір-екі адам болса түсіп қайтасыз ғой. А мұнда командамен бардық. Бізде программа бар, қазір жазылған программа ғой. Немене күнде әртүрлі квест болады, бір күні караоке, батл бар деген болды. Әртүрлі программа. И көппен жүрген кезде қызықты. Сіздер мысалы үшін бір направлениедегі адамдар ғой бұл жерде. Әртүрлі нәрсені көресіздер. Ана жерден күшті прям енді. Жанып, ана жерге бар келгеннен кейін уже басқа адам болып келесіз ғой. Сондай енді прям жақсы. Сондықтан енді бару керек деп ойлаймын. Жұмыс жасау керек. Өзіңіз де, айналаңыздағы адамдарға да көмектесе аласыздар. Бұл компанияның бір жақсысы, көпке көмектесе аласыздар. Және сіздерге айтып өткенде, бұл компанияға 24 жыл болды. 2000 жылы құрылған Новосибирск қаласында. Новосибирск. И маған ұнағаны бұл жерде 4 адам құрған. 2 әйел, 2 ер адам. Бірінің әйелі, бірінің күйеуі емес, 4 бөлек адам. Әлі күнге дейін міне 24 жыл бойы осы НЛ компаниясында жұмыс жасап, компанияны көтеріп келе жатыр. Береке бар деген сөз ғой, ойлаңызшы. Міне, ертең төртеуміз бір компания ашып алдық. Сіз бір 100 миллион, мен 100 миллион, 100 миллионға шықтық. Одан уже ой кетеді ғой бізде. Өзіміздің компаниямызды ашып алмаймыз ба? Зачем біз төртеуміз жүрміз деген сияқты. Бұл кісілерде олай емес. Маған ең ұнайтын нәрсе сол. Мен бұл компанияда шықпайтыным да сол жағынан. Потому что береке бар. Көп адамдардың, жаңағыдай осы неге барған кезде, көп адамдардың несін көрдім. Историясын. Сондай бір ауыр тұрмыстық жағдайдан үлкен жетістікке жеткен. Жаңағыдай көп нәрсеге, көп адамға көмектескен. Біздің компанияда содан кейін Солнечный город деген не бар? Организация бар бізде. Біздің мына саудамыздан, сол Солнечный город балалар үйіне көмектесіп отырады. Ай сайын мен өзім жіберіп отырам бізде. Мысалы үшін қарапайым менеджерлер оны беруіне де болады, бермеуіне де болады. Ол выбор. Солнечный город бізде каждый неде тұрады ғой, мысалы үшін Солнечный город деп әр немізде упаковкамызда тұрады. Әр осы сатып алған нәрседен сол балалар үйіне бізде көмектесіп отырады. Тек қана жаңағы сауда, тек қана жаңағыдай путешествие ондай емес, сонымен қатар көп қайырымдылық жасайды. Қайырымдылықпен айналысады. Оны бізге отчет беріп отырады. Бізге ай сайын личный кабинетімізге жаңағыдай отчет жіберіп отырады. Не осынша адамға сіз жіберген міне осынша теңгеден жаңағыдай қайырымдылық осынша балаға жасалынды деп. Ол бір одан бөлек қараңыздар. Біздің мына упаковкаларымыз пластик или там тағы бір нәрсе емес. Бұның барлығы биоразлагаемый нәрсе. Ол дегеніміз қоршаған ортаға зиян келтірмейді. Мына каждый упаковка солай жасалынған. Бізде әр нәрсе, міне біз осы жолы неге бардық қой? Производствосына бардық, лабораториясына. Әр зат бізде махаббатпен жасалған.
сіздер қазір жай ғана тыңдап отырсыздар ғой, ол компанияға кіріп жаңағыдай көріп производствосына лабораториясына барып жаңағыдай жасаған кезде сіздердің көздеріңіз жетеді, что бізде барлығы сондай бір тиянақтылықпен, сондай бір махаббатпен жасалған, әр адамға жағдайын жасау үшін жасалған. Сол міне упаковка, әр заттың упаковкасы табиғатқа тараған кезде, ол биоразлагаемый, зиян келтірмейді. Ыдыс жуғыш бар, сіздерге көрсеткен алдында. Ол ыдыс, глосс деген. Ыдысты жуып, соның ана жуындысын деп айтамыз ғой, гүлге құя салсаңыз, гүл өліп қалмайды. Егер далаға шашып салсаңыз, оны ана өсімдік өліп қалмайды, оны жеген жан-жануар өліп қалмайды. Зияны жоқ, көрдіңіздер ме? Қандай жан-жақты компания бізде. Балалар үйіне, табиғатқа барлығына сондай көмек көрсетеді. Маркетинг өте жеңіл. Маркетинг деген жеңіл. Маркетинг қысқаша түсіндіріп айтсам, өте жеңіл бізде. Жалпы, былай түсіндірейін, мен былай қарастырам. Каждый раз мен түсіндірем. Жаңадан біраз адам келіп отыр екен бізде. Жалпы сіздер бір магазин аштық дейге, азық-түлік сататын магазин. Ол кезде сіздер не саласыздар? Білесіз ғой? Ақша саласыз, жаңа продукт. Вложение жасайсыз обязательно. Ал НЛ-ға тіркелгенде ешқандай вложение жоқ. Қайсыңыз ақшамен тіркелдіңіздер? Тіркелесіз, Айнұр ханым, мысалы үшін 20 мың теңге, 10 мың теңге деп айттық па? Жоқ, тіркелу тегін. Сосын бізде таңдау бар. Не клиент болып тіркелесіз, не менеджер болып тіркелесіз. Клиент жай өзіңізге алып, любой магазинде бар ғой, киім сататын, әртүрлі, мысалы үшін технодом, супак деген сияқты. Сондағы сияқты клиент болғанда тура солай сияқты, бірақ та біздің бонусымыз өліп қалмайды технодомдағы сияқты, супактағы сияқты. 10 жылдан кейін десеңізде сақталып тұрады. Көрдіңіз бе? Бізде таңдау бар, не клиент, не менеджер. Клиент болсаңыз ешқандай обязательство жоқ, керегін аласыз, мысалы үшін айына бір аласыз ба, 10 жылда бір аласыз ба, өзіңіз білесіз. Бірақ бонусыңыз өзіңізде жиналып тұрады. Жақсы ғой, айналаңыздағы адамдардың барлығын клиент қылып тіркейміз. Келесі, менеджер болып тіркелесіз. Менеджер болып тіркелсеңіз, онда жаңағыдай ақша табасыз. Миллион аласыз. 10 миллион, 20, 100 миллион аласыз. Ол шектеп тек сіздің миыңызда ғана. Тіркелу тегін тіркеліп табыс таба аласыз. Одан кейін аренда. Егер сіз магазин ашсаңыз, азық-түлік сататын магазин болса, мысалы үшін, оны не сатып аласыз зданияны, немесе оны арендаға аласыз. Ал бізде мына отырған жерге сіздер міне келіп жүрсіздер, бұрыннан келіп жүрсіздер, күнде келесіздер, аренда төлейсіздер ме? Мына коммуналкасын төлейсіздер ме? Сіздер де келіп отырсыздар, сіздерден ақша алып отырған жоқпыз. Ертең келесіз, бір күнде келесіздер. Бұл жерде офис тегін. Тек қана осы міне Семейдегі офис қана емес, бізде Өскеменде бар, Зайсанда бар, Алматы, Астана, Атырау, бүкіл Қазақстанның түкпір-түкпір барлық жерінде бар. Ойлаңыздаршы, любой жерде бізде офистар бар. Тегін. Менің өзімнің 2 офисім бар. Жаңа айтып өттім ғой, Риддер қаласында және Зайсан қаласында. Ол жердегі офисқа да сіздер мысалы үшін келсеңіздер, любой басқа структуралы элемент. Мен кіргізбей қоймаймын. Кіріп жұмыс жасай бересіздер. Ойлаңыздаршы. И сіздерге де сондай возможность бар. Например, сіз жаңағы жұмысыңызды дамытып, Курчатовтан ашам десеңіз, пожалуйста, компания сізге ашып береді. Только сіз товарооборот жасауыңыз керек. Ойлаңызшы, сіздің мына жердегі табысыңыздан бөліп, жаңағы офистан тағы да табыс түсуі мүмкін. Қалай жұмыс жасайсыз, соған байланысты. Ол жерде де жаңағы недегі сияқты, өзіміздің маркетингтегі сияқты өзінің түсетін нәрсесі бар. Жақсы жұмыс жасасаңыз, жақсы. Былай тоқта қалсаңыз, тоқта қалады деген сияқты. Сіздер қайсыларыңыз дүкен ашқыларыңыз келеді? Сіздер қалай ойлайсыздар, дүкен ашқыларыңыз келе ме? Мысалы, бір біздің отделіміз болса ғой деп армандайтын шығарсыздар, может, бірақ ол жерге жаңағыдай вложение саласыздар, арендасын төлейсіздер. Мысалы үшін продавец болады, не өзіңіз жаңағыдай таңертеңнен кешке дейін тұруларыңыз керек. Тұрасыздар ғой, мысалы үшін продавец болып өз, ондай опыт бәрімізде бір рет немесе таныстарымызда болған шығар. Продавец болады, продавецке енді 150-ге тұратын адам болуы да мүмкін, болмауы да мүмкін қазір. 100-ге точно ешкім тұрмайды. 7 мың кетеді ғой.
продавецтің ең төмен айлық қой күндік ақысы 7.000 теңге. 7.000 теңге мына кісі беріп тұр мысалы үшін, көрдіңіздер ме? И то ол тұрады тұрмайды, ойланады, еще тұрақсыз, ұнамай қалса все, кеттім деп кетіп қалады. Либо сіз тұрасыз, таңертеңгі сағат нешеден бастайды? 7-8-ден ба, 9-дан ба, содан кешке дейін тұрасыз. Балаңыз қайда, даже өзіңізге қарай алмайсыз тұруыңызге мысалы үшін. Иә, ауырсаңыз бара алмайсыз. Магазин жауып кетуге болмайды өйткені. Көрдіңіздер ме? Солай немесе ақша төлейсіз. Получается, мына жерден тоже ақша. Ал мұнда келдіңіз, міне кассада Индира ма бұл? Индира отыр. Барасыз, Индираға жаңағы ақшаңызды беріп алатын затыңызды аласыз. Или сіз келмейсіз бе мысалы үшін? Сіз келмесеңіз, артыңыздағы менеджерлер, клиенттер, мысалы үшін сіздің 100 клиентіңіз бар, Индираға келіп бүгін 100 клиентіңіз сауда жасады, сізге 100.000 теңге ақша түсіп тұр. Ойлаңызшы, жаман ба? 100 кімде 100 клиент бар? 100 клиенттен қыздар тіркеңіздер. Түсіндіріңіздер, бөлін түсіндіріңіздер. Мына жерде міне дайын офис көріп отырсыз, мына жерге келіп маркетинг түсіндіріңіздер, мына жаққа барып өнімді түсіндіріңіздер. Күніне 100.000 теңге түсіп отыратындай жағдай жасап отырсыздар. Сондай мүмкін, ойлаңыздаршы. Мүмкін нәрсемен негізінде теоретически можно, практически кішкентай оған уақыт керек. Көрдіңіздер ме? Дайын любой Алматыда да, Астанада, любой қалада біздің жаңағы дүкендерде продавец отырады. Өзімнің дүкенім бар, мысалы үшін, отделді жауып, мысалы үшін, мен Астанаға барып, отделді жауып та келіп қалдым. Менің отделім мен келгенше жабық. Мен айтпаймын ба, ай, Гүлмира, ана отделдің, ол мысалы үшін, бір нәрсе киім алып отыр ма, тамақ алып отыр ма, ана сүтті ал да, неменені кілтті ал да, ішіне сүт алып, ақшаны тастап, кете бер деп айтпаймын ғой, мысалы үшін, мен келгенше ана дүкенім жабық тұрады, мысалы үшін. Ойлаңызшы, дүкенім жабық тұрады. Ал бұл жерде сіздердің дүкендеріңіз Энелда 24 сағатқа ашық тұрады. Өйткені, мен мысалы үшін қазір тұрып, үйде отырып та, мен мысалы үшін Астанаға ұшып бара жатырмын ба, қасында отырған кісіні тіркейіп, сол қолма-қол сауда жасатып, оның ақшасы маған түседі, мысалы үшін. Несі бонусы өзіне түседі, ақшасы маған түседі. Ойлаңызшы, ол барып түсіп, любой жерден алса. Атырауға бара жатырмын ба? Атырауда жолдан может, мысалы үшін, клиентім звондайды, Зайра ханым осындай керек, маған андай-мындай дейді, мысалы үшін, 1 детокс, 2 биадрон. Я, давайте, осылай, тіркейік деймін, тіркеймін. Или тіркеп тұрған кісі болса, просто консультация берем, барады, алады, и все. Жолда кетіп бара жатырмын, сауда жасады, ойлаңызшы, любой жерде. Ұйықтап жатыпты сауда жасайды. Мен ұйықтап жатқанда маған ақша түсіп жатады. Қай жерден көрдіңіздер сондай бизнес? Солай ғой, сіздерде де болды ғой, жатырсыз. Қарасаң, пивелерім өсіп жатыр, ақша мына жаққа түсіп жатыр. Ойлаңыздаршы, қай жерде сондай бизнес бар? Мен мысалы үшін міне Алла қаласа 50-ге кетіп бара жатқан адам ғой, осы жасыма жарты ғасыр өмір сүріп келе жатырмын. Жарты ғасыр өмір сүріп, сол сияқты рахаттанып жүретін бизнес көрген жоқпын былай жатқанда. Ну, конечно, айтқанда жеңіл, нюанстары, жаңағы қиындықтары бәр жерде болады, но бірақ до такой степени прям удовольствие алып жұмыс жасайтын осы Энел компаниясы деп айтар едім. Потом жаңағыдай реклама болуы мүмкін, реклама, поставщик дейміз, поставщик дегеніміз жаңағы товарды алып келетін кісі, ол да ақша. Сол үшін товарды алып келіп, оған договор отырасың қазір, бір поставщикпен. Товарларды әкеліп отырсын, тамақтар бола ма, киім бола ма. Реклама дейміз, ол жаңағы ненің неге жібереміз, таргетке жібереміз өтпей жатса, киім магазині болса, тағы бір нәрсе сыртынан несін етесің, мынандай орындық, үстел, ине, түйме, гүл, түгелін аламыз ғой, түгелін аламыз. Ал қараңыздар, мен Энелға тіркелдім, тегін тіркелдім, аренда міне тегін любой жерде. Продавец міне тұр, любой қалада продавец бар бізде, компания ақшасын төлеп отырады. Реклама деген жүрген жерімде айта береміз. Поставщик деген өздері әкеліп тұр. Ойлаңызшы, осы мен мына жерде табыстап отырмын. Ең жоғарғы айлығым менде 8 миллион болды. Ойлаңыздаршы, 8 миллион айлық. Елестетіп аласыздар ма? Пассивный 2 миллион доход түсіп отырды мен. Мен былтыр баламмен больницаға шыққанда пассивный 2 миллион айлық түсіп отырды. Но ол бір айдың жұмысы емес, бір жылдікі де емес.
хотя бы бір 3-4 жыл прям тұрақты жұмыс жасап, командамен жұмыс жасап, міне өздеріңіз үйрендіңіздер ме, командаларыңызға түсіндіріңіздер, жинаңыздар. Сіздер бір сообщество құрып алған сияқтысыздар ғой, өздеріңізге жаңағы көзқарасы, өздеріңізге келетін адамдар, адамдар сол адамдарға түсіндіріп, көп адамға көмектесе аласыздар. Қараңыздар, мынандай бизнес ашқан кезде сіз бір, может быть, 2 адамды жұмысқа алып, 2 адамды жұмыспен қамтамасыз етесіз. Өзіңіз жаңағыдай ақша тапсаңыз табасыз. Ал мына жерде қараңыз. Мен мына айлық салып отырмын. И командамда адамдар жоқ дегенде 5000 теңге тауып отыр. 5000 теңге кім береді, ойлаңызшы? Мен шексіз адамға көмектесе аламын. Сол сияқты сіз де барлықтарыңыз шексіз адамға көмектесе аласыздар. И өздеріңіз де шексіз айлыққа шыға аласыздар. 10 миллион ба, 60-100 миллион тауып жатқандар. Біздің президент миллиард табады. Ойлаңызшы? Миллиардпен не істеді екен? Сіздер ойлайсыз, 8 миллионмен не істеді екен? 2 миллионмен не істеді екен деп ойлайсыздар, Бірақ, когда сіздер сондай айлық аласыздар, уже сіздер өзгересіздер. Оның бір жағы мысалы қайырымдылыққа кетеді, басқа путешествие, көп нәрсе жасай аласыздар. Мысалы үшін ай сайын осылай жасап, жаңағы бір нәрсені ұйымдастыру деген оның барлығы ақша ғой, мысалы үшін. Сіз өзіңіз бір зарплатамен отырсаңыз, сол қалай істейсіз? Оны жасай алмайсыз ғой. Бұл жерде не жасайын дейсіз? Өзі еркіңіз. Сіз свободный адамсыз. Ойлаңызшы, жұмысыңызды да жасап, осы жердегі жұмыспен айналыса беруге болады. Қосымша да ала беріңіз, пожалуйста. Қатып қалған жұмыстан шығып, осы жермен ғана жасаңыз деп тұрған жоқпын. Шамаңыз жете ме 40 бизнес алып жүріңіз. Но бірақ бұны тастамаңыз. Ең бастысы тұрақтылық. Тастамау керек. Ары қарай. Мына түсінікті ғой, Кімге ұнады, кімге реальный сияқты мынандай айлық алу, хотя бы бір 1-2 миллион деп, хотя бы бір 100 мың алып отыруға болады деп ойлайсыздар ма? Сіз есіміңіз кім? Бақытгүл ханым, қалай сізге? Сіз продукцияны қолданушысыз ба жалпы? Жоқ, мен енді өзі танысқам сайрышпен. Осы шай, менен шайны алған. Шайлар балаларға, немерелеріме алған. Бүгін не болады дегесен келіп тыңдаймын. Жақсы. Мен айтқан әр жолы әртүрлі форматта өзгертейік. Бір түрлі немен болмасын деп. Сіз есіміңіз кім? Гүлмира. Сіз продукцияны қолданушысыз, Менде чайын алған алдында Мен клиенттарым ғой. Сайраш ханым өте белсенді, білесіздер ғой қандай адам екенін. Өте тиянақты, инстаграмда да осы нылға келіп, сіз бастадыңыз. Қазір қандай күшті, прям приятно. Мен өзім кейде ашып қарап отырып, тыңдап нетіп отырамын. Сізде де солай бастап жұмыс жасауларыңыз. Келінім менің ар жақта тұрған. Немерем. Мына жақтағы қыздар мен Аржан класстегісінің қыздары, подружкалары, өмір оқиды екен. Аттарың кім айтаған? Дина, Інжу, Еркежан. Дина, Інжу, Еркежан. Бізде компанияға 14 жастан бастап тіркеле беруге болады. 14 жастан бастап табыстап беруге болады. Мамасы өскеменге кетті. Қыздар жіберді. Бізде мен өз командамда 9 класстан бастап жұмыс жасаған қыз бар. Айша, білесіздер ғой? Істеп жүр. Тоже істеп жүр. Қосымша содан өз тоже ізденетін бала ғой. Папасы жоқ ғой баланың, мамасы ғана бар. Прям активная бала, күшті. Біздер Атырауда болды, тағы көп жерде балалар сондай мектеп оқып жүріп, жаңағыдай табыстап жүргендер бар. Россияда бізде жағдай болды, миллионнан артық. Жаңағыдай осы НЛ компаниясында миллионнан артық оқушы бала табыстаймыз. ГС квалификациясы. Ол неге барды бізде? Москваға барды ғой деймін бала. Москваға барды. Сондықтан енді сендердің, мысалы үшін, нелеріңе, сабақтарыңа кедергі келтірмесе, ақырын бастап көруге болады. Бірақ бәрін баланста сақтау керек. Байқаушысыздар ғой, баланста болу керек. Бизнесте, жаңағы семьяда, денсаулық, қоршаған орта, балаға да қарап түгел жаңағы бір баланста сақтау керек. Ол туралы енді біз алдағы уақытта планировать етіп отырмыз, сабақтар өткізейік деп. Қалай баланста ұстауға болады. А то болады, например, тек бизнеске кетіп қалады, выгорание болады.
бала бір жақта, анау бір жақта жұмыс, адам өзіне қарамай кетеді деген сияқты. Поэтому сендердің болашақтарың алда тіркеліп, жаңағыдай ниеттерің болса, ешкім бұл жерде мәжбүрлемейді. Жаңағыдай жұмыс жасауға болады.